Шерзат оған өзі тиісті, и кастетпен ұрып жіберді ол кісіні. Қандай хақысы бар оның ондай істеуге? Шерзат бұзық болыпты, Шерзат адам ұрыпты деген не сөз? Адамды ұру деген бар, және адамды өлтіру деген бар. Осы екі ұғымды бөліп алғаның дұрыс шығар, құрметсіз доғдыраға. Екеуінің айырмашылығы жер мен көктей. Байқаймын, сен өзіңді құдды бір құдайдың құлағын ұстап тұрған журналист сезініп кеттің бе? Әйтеуір саусақ сыймайтын жерге басыңды сұғып, неменеңе сұхбат алып жүрсің? Халық жан-жақты білуге хақысы бар. Құры болған мәселені айта бермей, осы қайтыс болды, осындай болды, жазалау керек деп айта бермей, біз себептерді іздеуіміз керек. Сұхбатының сұрақтары мынандай: балаңыз туралы айтыңызшы, мінезі қандай еді, қандай жігіт еді, қандай жігіт болушы еді, біліп тұрсың ғой, адам өлтірген жігіт болды, точка. Сондай ақкөңіл бала болатын. Сондай ешкімге біреуге қиянат жасау, жаман жасау, ол біреудің ала жібінде аттамаған бала. Қарапайым балалар, мал ұстайтын, әке шешелері мал ұстайтын, жаңадай неше түрлі жұмыстар істейтін, қара жұмыс істейтін балалар ғой. Әлқожа деген шалдан кейін қайғыдан қан жұтқан Шерзаттың отбасын қаралау трендке айналды ма, түсінбедім. Осындай аннан қашқан, мыннан қашқандар кеше ғана жерленген Шерзатқа күйе жағу арқылы өздеріне арзан атақ жинап жүр. Айналайын арсыздар, көттеріңді қысыңдар. Бүгін мына видеода көбінесе сұрақтар болады. Жауаптар емес, сұрақтар. Біраз адам шындықты білу керек деп айтады. Біреулер мынау потерпевший сторона Қаржаубайдың семьясы 100% прав дейді. Оларды только ақтап, олардың әр сөзіне сеніп, Құдайдай сеніп, қолдап, қорғап жүр. Біраз адам естіген ол жағдайды. Қазақстанның почти барлығы оларды қолдап жүр. Енді мен білем, мынау видео қазір, мынау сұрақтар қазір сәл қорқынышты, ащы сұрақтар қойылады. Соған жауабы көбісі даже жауабы іздемей, қазір қадалып, мені қайтадан боқтап, қайтадан қарғау бастайды. Бірақ басында кішкене миы бар, кішкене критический мышлениясы бар адамдар кішкене ойланатын шығар, нағып ондай болып қалған деп. Бастай берейік. Әкесі, марқұм Шерзаттың әкесі Қаржаубай өзін заңда болсын, ашық болсын, әділ болсын деп айқайлап жүр. Заңнан неге үндемейді, неге заң өзін күшін көрсетпейді деп жүр. Енді соған основной сұрақ именно сол Қаржаубайға. Заң десең, сен балаңа Қаржаубай дұрыс тәрбие болып берген болсаң, оған үйретпеген болсаң, хотя мен наоборот сомневаюсь, сен оған қандай тәрбие берген біз біліп жүрміз шамасымен. Неге Шерзат өзінен екі есер жас үлкен 93 жылғы жігітті өзі итак арен жүрген, әке шешесі жоқ, оның алдына бір машина аяғын басып кеткен, өзі ақсаңдап арен жүрген адам, тем более ішіп алған, тем более клиент сендер магазиндерін постоянно кеп жүрген таныс адам, бөтен емес. Нұрғанат та оны жақсы таниды, Шерзат та, сен де Қаржаубай оны жақсы танисың. Неге Шерзат оны ұрады? Притом версия есть, ол кастетпен ұрған, қолмен емес, жұдырықпен емес. Жұдырықпен ұрса, ол бокспен заниматься уже талай жыл заниматься етіп жүр, ол ешқандай ақысы жоқ оны қолдануға. Простой адамдарға қолдануға, ол навыктарды, бокста үйренген нәрсені. Ол рингті көрсету керек, көшеде емес. А бір версия бар, что кастетпен ұрды ол кісіні. Потому что мына беті, мына лицевой кость ішіне кіріп кеткен, оған операция істеді. Көзі де ішіне кіріп кеткен, датуаны сүйегімен қосып, мына жер ішіне сынып, ішіне кіріп кеткен. Рассечение болған ол же. Үлкен вероятность бар, что кастетпен ұрған. Ашейін тұрған адамды, ол ерексті, жаман сөз айт деген ол видео көрініп тұр, ешқандай ерекскен жоқ. Міне менде несі де бар, скрин. Каспийдің 1000 теңге сендерін Каспийлерді жіберді. Ол Дархан сендерге міне деп қалған 500 теңгесін берді, сол 1000 теңгенің үстіне қосып беріп. 3 пиво алды, 4 штучный темек алды. Болды, ешкіммен ұрысқан да жоқ, только телефон зарядкаға қойын деп сұрады. Үлкен вероятность бар, Шерзат оған өзі тиісті, и кастетпен ұрып жіберді ол кісіні.
Қандай хақысы бар оның ондай істеуге? И сен шығып не істедің, Қаржаубай? Енді сен заң деп жүрсің, неге полицияны шақырмайсың сен? Осындай төбелесті көріп болғаннан кейін. Көзің алдына бір бала үлкен адамды ұрып тастады, нормальный ұрып тастады, үсті бәрі, беті бәрі қан болып тұрды. Сен не істедің? Бардың, су құйдың, беті қолың жуып алды, давай қайт деп айттың сен оған, дұрыс па? Неге сен оған қайт деп айтасың? Сен неге хотя бы мақұл полиция шақырмайсың, ол балаңды қорғап? Неге ол кісі көріп тұрсың, неге скорый шақырмайсың сен? Адам құсап, сен балаң оны ұрды ма, хотя бы сол емдесін деп неге скорый шақырмайсың? Біріншіден, екіншіден, сен өзің 20 жыл скорыйда істеп жүрген адамсың, фельдшер. Көруің керексің ғой, қандай жарақат алған. Сен неге клятва Гиппократа бергенсің? Сен неге саған көмек көрсетпейсің нуждающимся по клятве? Сен обязан, врач ретінде сен обязан оған жәрдем беру. Неге жәрдем берсің? Үйге қайта бер, ертең шешеміз деп. Неге өйтіп айтасың? Ол қисаландап, ана жүре алмағаннан кейін досын шақырды, ана Нұрболды, машинаң бар ма, мен апаршы не. Нұрбол да келіп сендерге айтты, не болды деп. Сен айтқансың, оған бір пивоға төлемеді, ол тағы да үстеріне ақша берді сендерге. Не қылып тастансың мынағандай, сен не дедің? Қайта беріңдер дедің үйге, ертең шешеміз, поляну там накрою, дастархан істеп берем деп. Неге скорый шақырмайсың? Сен балаң бала, анау адам сонда адам емес па, простой, енді әке шешесі жоқ болғаннан кейін оны ешкім жақтаспайды деп үйге қайта бер дегенсің. Қайтпаймын дегеннен кейін сол екеуіне сен пышақ алып секіргенсің. Дұрыс па, дұрыс емес па? Онда қандай право бар сен? Наоборот, сол адамдардың кешірім сұрап, бірдеңе қылып, скорый шақырып, емдеудің орнына сен оларға пышақпен секіргенсің. Неге шақырмайсың сол кезде? Скорыйды, полицияны неге шақырмайсың? Сен сен сондай адам болсаң, правильный адам болсаң. Мақұл, оның бәрін кешіктің. Талпа жігіттер келді бір машинамен, қыздармен топырлап келді, сөйлесіп тұр. Сен мына жағынан інің келді, разборка болып жатыр, далада сөйлесіп тұр. Сол кезде шақырмайсың ба полиция? Сен неге сыра сатып тұрсың? Сен басқа бір үш адамдар келді, сен оларға пиво сатып тұрсың. Мына жақта көшеде ерекс болып жатыр, талпа жігіттер келіп тұр, сен балаң мен інің ғана тұр далада. Сен полиция звондауың орнына әйеліңе, там мамашкаларыңа звондап соларды шақырып. Сен неге адамдар топырлап келіп тұрса, неге полиция шақырмайсың? Сен әрекет істеп көрген жоқсың, сен сыра сатып жатсың ғой, сыра сатып жатсың, камерада бәрі бар. 2 бутылка пиваны кәдімгідей сатып тұрсың. Далада разборка болып жатыр, спокойно сөйлесіп тұр, там разборка болғанда спокойно, ешкім келе салып, ешкім төбелескен де жоқ. Далада спокойно, оның бәрі камерада тұр. Олар разбираться етіп жатыр, сен сыра сатып тұрсың. Сен соны сатудың орнына шақырмайсың полиция, мына жақта топырлап келіп тұр бір отморозоктар деп. Сол кезде қанша рет тоқтату болып жатыр, анау момент, мынау моментті, анау моментті, неше рет тоқтатуға болатын еді сол тірлікті. Сен не істедің? Пиво сатып тұрдың ба? Саудаңды ойлап тұрдың, сен? Кейін төбелес неден басталды? Үлкен вероятность бар, что Шерзат ана жігіттердің өзі ұру бастады. Из-под тишка сылқытып бір ұрды. Қайтадан, скорее всего, кастетом, потому что Нұрғия сразу талып қалды. Здоровый жігіт көшеде төбелесіп жүрген, бір удардан құлап қалды, сразу талып қалды. Үлкен вероятность бар, что қайтадан сол Шерзаттың қолына кастет болды. Сен сондай тәрбие бердің, оған топырлап адамдар келіп тұр, ол саған сеніп, ағасына сеніп, ол біліп тұрды, ағасына мылтық бар екен. Соларға сеніп, ол тағы да ұрып төбелесіп бастады. Ана жақта шешесі бәрі келе жатқан, солардың алдына көрсетемін ба деп, артта қайтып ұрып жіберді ана адамды. Сонымен төбелес оған жабылып кетті балдар. Оның бәрі тоже видеода бәрі бар. Сен бергенсің сондай, ана інің сондай тәрбие берген оған. Қорқпа, давай бәрін істей бер деп. Заңды жақсы нететін болсаңдар, заң деп тұрсаң, сенің ініңде Нұрғанатты мылтық не істеп жүр? Не зарегистрирован еш жерде, незаконное огнестрельное оружие қолында не істеп жүр? 2 ауыздық иш мылтық. Еш жерде базаларда жоқ ол, вообще не зарегистрирован, қай жерден келген мылтық ол. Оның қолында не істеп жүр ол мылтық? Оған құрт демейсің, сен прекрасно білесің ғой, мылтық бар екен. Сен заңды сыйласаң, кішкене болса грамм заңды, Қазақстан заңын сыйласаң, неге айтпайсың оған құртына мылтықты деп? Неге сенің інің сол мылтықпен атады еще? Шерзатты аналар жабылып ұрып атқанда, соларды сендер екеуің ажыратуың орнына сен неменеге пышақпен жүгірсің, ол мылтықпен атып жүр.
Олар 13 емес 7-ақ бала жабылып жатқан. Сол 7-еуін ажыратуға болатын еді, 3-еуін и әйелдермен қосылып. Жоқ, сендер ол наоборот інің мылтық атып жатыр. Сен мына жақта пышақпен секіріп жүрсің. Одан бетер анау обстановканы накалять етіп жатсыңдар. Одан бетер конфликт жоғар неге температура көтеріп жатсыңдар. Осы сұрақтарға жауап бере алады ма екен Қаржаубайым? Болмаса сендер осыны көріп жатқандар. Иә, страшный сұрақтар, ащы сұрақтар. Бірақ осы сұрақтар қойылатын тірлік болған сол жерде. Сол тірліктер осы сұрақтар туып жатыр кәдімгідей.